иә, сонымен не шештіңіз? Деп риэлтор әйел қолындағы сағатына бір қарап қойып, өзінің асығыс екенін көрсеткісі келді. Лаура пәтерді тағы бір рет қарап шықты. Терезелерде перделер жоқ. Мүмкін ешқашанда болмаған шығар. Өйткені қабырғадағы қағаздарды күн жеп қойған, ал кейбір жерлерінің желімі ашылып жатыр. Үйдің терезелері көше жаққа қарап тұр. Машиналар үздіксіз өтіп жатыр. 13-ші қабаттан олар кіп-кішкентай болып көрінеді. Түнде көше одан да әдемі болып көрінетін шығар деп ойлады. Ас бөлмесі кең екен. Шабдалы түсті көптеген есіктері бар шкаф та тұр. Үйдің жиһаздары аз. Тек диван, шкаф, шағын теледидар ғана бар. Шамасы үй иесі қатты жайлылықты ұнатпайды, немесе ақшалары болмады. Еденге төселген ламинатта жүрген сайын сықыр-сықыр етеді. Сіз қанша деп айттыңыз? Үй иесі бұл пәтерге қанша сұрап жатыр? Деп Лаура риэлтор әйелге қарап, тағы да бір рет бағасын нақтылап сұрап алайын деді. Бір жағынан бұл үйдің жақсы және жаман жақтарында білгісі келген. Риэлтор әйел жанданып соманы айтты. Өте арзан, тіпті су тегін деп айтар едім. Сіз бұндай бағаға басқа пәтер таба алмайсыз. Иә, неге сонша арзан? Әлде шұғыл ақша керек пе? Немесе басқа да себептері бар ма? Деп сұрады Лаура. Иә, әрине, бір жағынан бұндай бағадағы үй кездескеніне қызығып та қуанып та тұр. Пәтер кең, ыңғайлы, бірақ жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жиһаздарын жаңарту керек. Оның үстіне Лаураның да ондай көп ақшасы жоқ. Бұл үйде тек жуынатын бөлмеге ғана жаңадан жөндеу жұмыстарын жүргізгені таңғалдырды. Плиткалары жаңадан қойылған, жарқырап тұр. Мүмкін үй иесі бүкіл пәтерді шаң қылмай жөндеу жұмыстарын жуынатын бөлмеден бастаған сияқты. Ал қалғандарына ақша жетпеген. Бұл үйде тұрған қыз тұрмысқа шығып Америкаға кетіп қалды. Сондықтан ата-аналары пәтерді сатуға шешім қабылдады, деген риэлтор әйелдің түсіндірмесін естіді. Неге сонша арзанға сатып жатыр? Пәтерлері жақсы, жалға беріп қойса тиімдірек болар еді. Ал жиһаздарын алып кетпей ме? Олар осылай барлық жиһаздарымен бірге сатылатынын айтты. Иә, түсінемін. Бұл жиһаздар бәріне бірдей сай келе бермейді. Керек болмаса, жиһаздарды шығарып тастай аламыз, бірақ бағасы өзгермейді, деді риэлтор әйел. Лаураның артынан жүріп, қалай болғанда да мұның бәрінің артында бір сыр бар сияқты. Үй иесі кетіп қалады, ал ата-анасы пәтерін сатып жібереді. Олар сонша бай адамдар ма? Оларға ақша керек емес пе? Деп сұрады Лаура. Пәтердің құжаттары анасының атына жазылған. Ол қыз тек осында тұрды. Қыздары осында оқуға келген соң ата-анасы сатып алған. Енді оқуын аяқтап, тұрмысқа шығып кетіп қалды. Ата-анасы басқа қалада тұрады. Мұнда келу олардың жоспарларында жоқ. Үйді жалға берумен айналысқылары келмейді, немесе қорқады, деді риэлтор әйел шыдамдылықпен. Сізге бұл біртүрлі болып көрінбей ме? Қазіргі уақытта жылжымайтын мүлікті осындай арзан бағаға сатушы ма еді? Бұл жерде кез келген нәрсе болуы мүмкін, деп Лаура бетіне 5 тонна бояу жаққан орта жастағы риэлтор әйелге ерекше назар аударды. Құрметті тыңдарман, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, еңбегімді бағалаңыз. Каналға тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Қазақша каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Лаураның ойына киноларда көргендері есіне түсті. Ал мұнда қайғылы оқиға болды ма? Жуынатын бөлмеде қыз тамырын кесіп өлген шығар. Сондықтан да жуынатын бөлме тап-таза. Олар бәрін жуып тазалап тастаған. Ал жүректері ауырған ата-аналары пәтерді сатуға шешім қабылдады. Өйткені ол енді ешкімге қажет емес. Енді қыздары ешқашан қайтып келмейді. Оны еске түсіріп, одан сайын жүректерін ауыртқылары келмей, тезірек естеліктерден құтылайын деген болар.
Енді ол қыздың аруағы түнде маған келіп, пәтерден кетуді талап етіп қорқытса не болады, деп ойлады Лаура. Ол мұны соншалықты айқын елестеткені сонша қорыққанынан селк ете қалды. Қорықпа, пәтер жылы, кейде қатты ысып кеткен соң терезелерін ашық қалдырады, деп риэлтор әйел әңгіме ауанын бұрды. Лаура риэлтор әйелдің бар шындықты білетініне сенімді болды, бірақ ол ештеңе айтпады. Үй иесі тұрмысқа шығып, Америкаға кетіп қалған. Бұл айтуға керемет нұсқа. Өйткені оны ешкім тексеріп жатпайды. Ал сонымен не шештіңіз? Деп риэлтор әйел тағы да шыдамсызданып қайталады. Лаура көптен бері пәтер іздеп жүр. Ол пәтер алуға 4 жыл бойы ақша жинады. Босқа ақша құртпайын деп, бәрінен бас тартты. Ата-аналары да көмектесті. Ал хабарландыруды көргенде бірден қоңырау шалды. Егер не үшін сатып жатқанын білмесең, керемет баға. Тіпті алғашқы уақытта тұра тұруға жиһаз, теледидарлары да бар. Кіресің де тұра бересің. Егер ол бас тартса, бұл пәтерді бірден ештеңеге мән бермейтін адамдар сатып алады. Үй иесі қашан көшіп кетті? Деп сұрады. Ол бұл қайғылы оқиғаның қашан болғанын білгісі келді. Сондықтан сұрағын басқаша қойды. 4 ай бұрын. Бірақ пәтерді кеше ғана сатылымға шығарды. Сіз қызығушылық танытқан екінші адамсыз. Бірінші қоңырау шалған адамға үйдің орналасқан ауданы ұнамады. Пәтерді көргісі келетіндер әлі де бар, деп ол қайтадан сағатына қарады. Олар 2 сағаттан кейін келеді. Арзан қойылым, деп ойлады Лаура. Бұл әйел оған қойылым көрсетіп тұрғандай. Қазір өзінің әріптестері сатып алушы адам болып келеді. Пәтерді мақтайды. Содан соң екінші адамды сатып алуға асықтыру үшін бірден сатып алғысы келетінін айтады. Ал екі ойлы болып тұрған сатып алушы асығып, айтқан сомадан да көп төлеуге дайын болады. Олар солай адамның жүйкесімен ойнайды. Лаура мұны түсініп тұр, бірақ басқа амалы жоқ. Я, мен келісемін, үйді аламын. Риэлтор әйел бұл жолы шынайы күлімсіреді. Маған сеніңіз, өкінбейсіз. Мен ұзақ уақыт бойы жылжымайтын мүлік сатып жұмыс істеймін. Онда жиһаздарды да алып кетеміз. Қазір оларды алып кететін адам жіберемін. Жоқ, қажет емес, деп оны Лаура тоқтатты. Ал онда біздің кеңсеге барамыз ба? Риэлтор әйелдің телефоны шырылдады. Келесі сатып алушылармен кездесуден бас тартайын ба? Ол бұл жерден тезірек кеткісі келетіндей. Я, деді Лаура. Қазір ол телефон арқылы біреуге пәтер сатылғанын айтып, мәлімдеме жасайды. Енді шыныңызды айтыңыз. Неге мұндай төмен баға қойды? Мұнда бір қайғылы оқиға болды ма? Оның бұл сұрағы риэлтор әйелдің жасырғанының үстінен түскендей болды. Ол терең дем алды. Мен шынымды айтсам білмеймін. Үйдің иелері бұл бағаны өздері белгіледі. Біз жоғары баға қоюға көндіруге тырыстық. Болмады. Риэлтор әйел тағы да бөлмеге көз тастап, үйлену тойы мен Америка туралы әңгімесін қайталады. Лаура, мен асығыстық жасаған жоқпын ба? Кейін өкініп қалмаймын ба деп ойлады. Бір кезде риэлтор әйел оған қарап, бір сәтке ол оған шындықты айтуға дайын сияқты көрінді. Ал, кеңсеге барып келісім шартқа қол қояйық. Сіз жарты ақшасын төлеңіз. Құжаттар дайын болған соң толық төлейсіз, деді риэлтор әйел сыртқа шығып бара жатып. Ол пәтерді құлыптап, кілттерді сөмкесіне салды. Ал мен пәтерге қашан кіре аламын? Деп сұрады Лаура кеңсеге бара жатып. Келісім шартта бәрі жазылған. Пәтер бос. Пәтер иелерінің көшуіне уақыт қажет емес. Егер сіз пәтерді алуға сенімді болсаңыз, онда келісім шартқа қол қойып, барлық соманы төлегеннен кейін кіре аласыз. Бірақ барлық құжаттар дайын болғанша шамалы уақыт керек, деп ол сәл кідірді. Бірақ әдетте қандай да бір келеңсіз тосынсыйларды болдырмау үшін алдымен пәтерді толық өз атыңызға рәсімдейік. Содан кейін ғана кіргеніңіз дұрыс.
риэлтор әйел қандай да бір келеңсіз жағдайлар болуы мүмкін екенін айтып, оған ұзақ түсіндірді. Бірақ бұл сіздің жағдайыңызда емес. Біздің фирма өте сенімді. Еш күмәніңіз болмасын. Біз ешқашан өз беделімізге нұқсан келгенін қаламаймыз. Лаураның ойында бір сұрақ туындады. Тыныштық бермейтін, аруағы бар пәтерді сату да беделді болуға мүмкіндік бере ме? Бірақ ол ештеңе демеді. Лаураның ойында үйді сатып алғаннан кейін де күмән болды. Ол ұйықтай алмады. Қандай жөндеу жұмыстарын жүргіземін, қандай жиһаз сатып аламын деп ойлады. Үйді жөндеп біткенше ескі жиһаздарды тастамаймын деп ойлап жатып, Лаура ұйықтап кетті. Бір кезде шошып оянды. Жүрегі қатты соғып тұрды. Бірден жарықты қосты. Содан таңға дейін өшірмеді. Лаура бір түс көрді. Ол сол орнында ұйықтап жатыр. Бір кезде көзін ашқанда, оның үстінде шашы жалбыраған бір қыз төніп қарап тұр. Бет-әлпеті бұлыңғыр, дұрыс көрінбеді. Бірақ Лаура қандай да бір себептермен бұл қыз пәтердің иесі екенін түсінді. Қыз саусағын ерніне қойып, тыныш дегендей белгі көрсетіп, есікке қарай жүрді. Содан соң артқа бір қарап, ғайып болып кетті. Мұның бәрі нені білдіреді? Лаураның мазасыз күйі біразға дейін басылмады. Таңертеңге дейін ол мұның мағынасын ашуға тырысып, көз ілген жоқ. Келесі күні түнде тағы сол түсті көрді. Ол қыз тағы да оған қарап тұрды. Көзін ашқан соң тағы да есікке қарай барды да, бірақ бұрылып қарамады. Есікті ашпай өтіп кетті. Мен бұл пәтерді текке сатып алдым. Көшіп келмей жатып, неше түрлі түс көріп жүрмін. Ал бұдан кейін не болады? Бұл үйдің иесі мен оның жасырған құпиясы оның ойынан шыққан жоқ. Ол шынымен де шетелге кетіп қалған ба? Оған шын мәнінде не болды екен? Тірі ме өзі? Ол туралы көршілерден сұрасам болады. Олар бәрін білулері керек. Маған бұл ой неге бұрыннан бері келмеген? Жұмыстан кейін Лаура үйіне келіп, есігінің алдында тұрды. Содан соң көршісінің есігінің қоңырауын басты. Оған есікті көзі де дұрыс көрмейтін, құлағы да дұрыс естімейтін кәрі әжей ашты. Лаура ол кісіден бәрібір ештеңе біле алмайтынын түсініп, мекен-жайдан қателесіп кеткенін айтты. Әжей есігін жауып үлгірмей жатып, Лаура тағы бір пәтер есігінің қоңырауын басты. Есікті қара бұйра шаштары бар жігіт ашты. «Сіз біреуді іздеп жүрсіз бе?» деп сұрады ол. «Сізді», деп жауап берді Лаура оған. «Біз сөйлесе аламыз ба?» «Әрине», деп жігіт өзі бір шетке тұрып, Лаураны пәтеріне кіргізді. «Мұндай сұлу қызға менен не керек екен?» деп сұрады жігіт, оның пальтосын ілгішке іліп жатып. «Мен сіздің жаңа көршіңізбін. Бұрынғысына не болғанын білгім келеді. Менен бұрын ол пәтерде тұрған қыз туралы», деп Лаура сұрады. Бұл жігіттің пәтері оның пәтерінің көшірмесі сияқты, бірақ бөлмелері қарама-қарсы жағында орналасқан. «Сіз бұл пәтерді жалдап тұрасыз ба?» деп сұрады Лаура. «Сіз оны қайдан білдіңіз?» деп жігіт таңқалды. «Сіз мұнда қашаннан бері тұрып жатырсыз? Көп болды ма?» Лаура оның қойған сұрағын елемеді. «1 жыл. Иә, 1 жыл болып қалды. Онда сіз ол көрші қызды танисыз ғой, иә? Оны неге сұрап тұрсыз? Не болып қалды?» деп жігіт сақтық танытты. «Оған не болды?» «Оған не болушы еді? Ештеңе де болған жоқ. Ол сәтті тұрмысқа шығып шетелге кетті». «Америкаға ма?» деді Лаура. «Мүмкін Америкаға. Білмеймін. Ол маған ештеңе айтпады», деп жігіт төмен қарап тұрды. «Мүмкін одан да алыс бір жаққа кеткен болар. Ешқашан қайтып оралмайтын», деді ол жігіттің бетіне мұқият қарап. «Иә, сонымен не айтқыңыз келеді?» «Мен білмеймін. Мүмкін тамырын кесті ме, не болмаса асылып өлді ме, терезеден секіріп кетті ме, әлде уланып өлді ме? Тағы жалғастыра берейін бе? Мен бар шындықты білгім келеді. Мен енді сол пәтерде тұрамын. Ешқандай қорқынышты жағдайдың болғанын қаламаймын». Жігіт бірнеше минутқа үнсіз қалды.
Содан кейін назарын Лаураға аударды. Ол жақсы қыз болатын. Біз онымен кейде сөйлесіп тұратынбыз. Оның жігіті Америкаға ма, әлде басқа жаққа ма әйтеуір кетіп қалыпты. Ол өзі бір жайлы болып алған соң, оны келіп алып кетуге уәде беріпті. Ол оны 2 жыл күтті. Содан соң, деп ол үнсіз қалды. Оған тұрмысқа шығып, онымен бірге кетуіне не кедергі болғанын білмеймін. Менің білуімше, ол өзіне не істеді? Деп Лаура оның сөзін бөлді. Өзін улады. Оның ата-анасы оған қарсы болды. Ал қыздың ата-анасы оны ұнатпады. Ал ата-анасы күйеу жігіт пәтерді тартып алады деп ойлап, өз аттарына аударып алды. Олар күн сайын скайп арқылы бірнеше сағат сөйлесетінін айтқан. Содан кейінгі уақытта ол мүлдем қоңырау шалуды тоқтатыпты. Мен оны соңғы рет кіреберісте көргенмін. Ол өз-өзіне ұқсамайды. Жылағаннан көздері ісіп кеткен. Мен оның содан соң ата-анасына бардым. Олар жігіттің үйленіп кеткенін айтты. Содан мен оның есігінің қоңырауын қайта-қайта басып, қағып тұрдым. Ол есігін ашпады. Мені қуып жіберді. Содан соң енді мен не істейін? Кетіп қалдым. Есігін ашпаған адамның есігін бұзбайтын шығармын. Мен бірақ олай болады деп ойламадым. Пәтерде ешқандай компьютер жоқ, тек теледидар ғана бар, деді Лаура. Полицейлер алып кеткен шығар, сосын ата-анасына берген болар, деп жігіт иығын көтерді. Келесі күні мен оның есігін тағы да қақтым. Ашпады. Содан кейін көмек шақырдым. Егер сыртқа шыққан болса, еститін едім. Қабырғалар өте жұқа. Оның үстіне мен үйден жұмыс істеймін. Ол ақымақ қыз үшін өте өкінішті. Егер барлық қиыншылыққа тап болған адам осылай жасаса, онда жер бетіндегі халық саны миллионнан аспайтын еді. Ал сіз ол пәтерді сатып алдыңыз ба? Енді өкініп тұрсыз ба? Енді Лаура иығын көтерді. Сенімен көрші болғаныма қуаныштымын. Әйтпесе көршілердің көбісі қарт адамдар. Сөйлесетін ешкім жоқ. Сіздің басыңыз бос па? Әлде жігітіңіз бар ма? Оны неге сұрадыңыз? Кенеттен сенде, деді жігіт. Ах, сені ме? Жарайды. Мен енді кетуім керек. Көп ұзамай көшіп келемін. Сонда тағы әңгімелесерміз, деді Лаура қоштасып жатып. Бір аптадан кейін үйдің барлық құжаттары рәсімделіп, Лаура сатып алған пәтеріне көшіп келді. Шуды естіп, көрші жігіт бірден келді. Айттым ғой саған, қабырғалар жұқа деп. Бәрі естіледі. Қорықпайсың ба? Егер қорықсаң, біздің үйге кел, деді ол. Қуын қарай көр мұның, деді Лаура. Сол күні түнде екеуі ас бөлмеде отырып әңгіме айтып, Лаураның көшіп келгенін тойлап, таңға дейін отырды. Көрші жігіт тек таңға жуық қана үйіне кетті. Кейін одан өзі жұмыста болған кезде төс қағаздарды жабыстыратын қызметкерлерді қадағалауын өтінді. Жиһаздарды да таңдауға бірге барды. Лаура үйінің құлпын ауыстырып, ақыры тынышталды. Енді бұл мүлдем басқа мәселе. Марқұм Ырыстыға да жөндеу жұмыстарын бастау керек еді. Сонда өлім туралы ойынан айнитын ба еді. Мен оған жөндеу жұмыстарын жасап, көңіліңді басқа жаққа аудар деп ұсынғанмын. Көрші жігіттің аты Хамза. Олар Лаура екеуі жақсы араласып кетті. Терезедегі перделер пәтерге жайлылық пен сән беріп тұр. Үйден жаңа заттар мен тамақтың тәтті иісі шығып жатты. Түсінесің бе? Ол күнде менің түсіме кіреді, деп шағымданды Лаура. Ол саған не дейді? Ештеңе айтпайды. Тек тыныш дегендей саусағымен ернін басады, деп көрсетті. Ол сені өзімен бірге баруға шақырады ма? Жоқ. Есік алдында сәл тұрып, сосын ғайып болып кетеді. Бұл нені білдіреді? Демек, бәрі соншалықты жаман емес. Онда мен сенің жаныңда қалайын. Ол тағы саған келгенде, сенің жалғыз емес екеніңді көрсе, келмейтін шығар. Хамзаның айтқанына Лаура күліп жіберді.
Хамза оның жанында болған кезде марқұм қыз оның түсіне кірген жоқ. Оларға бірге тұру ыңғайлы әрі көңілді болды. Көп ұзамай Лаура мен көрші жігіт үйленіп, бірге тұра бастады. Бір жылдан кейін олар үлкенірек пәтер сатып алу туралы ойлады. Өйткені жақында балалы болады. Лаура осы үйін сатып алған риэлтор әйелге тағы да жүгінді. Ол оған пәтерін көрсетті. «Жақында ғана алдыңыз, енді сатайын деп жатырсыз ба?» деп риэлтор әйел таңғалды. «Иә, мен тұрмысқа шықтым. Енді бізге үлкенірек пәтер қажет. Тұрақты клиент ретінде мен сізге жақсы пәтер тауып беремін. Жеңілдік те жасаймын. Сізге қандай пәтер, нешінші қабаттан, қай ауданнан керек екенін айтсаңыз болды. Бірақ өтінемін, енді алдындағындай болмасыншы», деді Лаура. Риэлтор әйел көзін төмен түсіріп, басын изеді. Лаура бұл әйелдің ол қыз туралы білетінін түсінді. Лаураға жаңа пәтер тез табылды. Күйеуі екеуі жинаған ақшаларына үлкен пәтер сатып алды. Лаура бөлмелерді аралап шығып, өзінің ішкі күйін тыңдады. «Жоқ, мұнда ештеңе болған жоқ. Бұрынғы қожайындар мұнда бақытты өмір сүрді», деді риэлтор әйел. «Сіздің пәтеріңіздің өткені бізді бақытсыз етпеді. Сен қорықпай оны сатып алғаның қандай жақсы болды. Әйтпесе, біз екеуміз ешқашан кездеспейтін едік. Мен сосын жалғыздықтан сарғайып өлер едім», деді Хамза әйеліне қарап. «Сен әлі бұл тыныш уақытыңды армандайтын боласың. Өйткені алдағы уақытта тыныштықты ұмытуыңа тура келеді», деді Лаура. «Сен сенімдісің бе?» Күйеуі оның не айтқысы келетінін бірден түсінді. Өзін байсалды ұстады. «Оған 2 ай болды», деп Лаура қолын әлі біліне қоймаған ішіне қойды. «Мен ұзақ уақыт бойы тыныштықты ұмытуға келісемін. Өйткені біз бір ғана баламен тоқталмаймыз». Күйеуі Лаураны құшақтады. «Ал мен өзімнің ескі пәтерімді сатып алғаныма еш өкінбеймін. Менің ойымша, марқұм біз үшін қуанышты. Иә, ол өз бақытын жоғалтты, ал екеуміздің басымызды қосты. Неге бұл өмірде адамдардың жай ғана бақытты болуы соншалықты қиын? Неге олар әрқашан өткенді қазіргіге қарағанда қатты жақсы көреді? Себебі дәл қазіргі сәтке көңілдері ешқашан толмайды. Ал болашақта болатын нәрсеге қол жеткізу мүмкін емес деп ойлайды. Солай бар өмірі өтіп кеткен соң ғана өмірінің қандай керемет болғанын түсінеді. Бақытты болу не бақытсыз болуды да өзің таңдайсың. Соңы. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Және де әңгіме тыңдағанды жақсы көретін таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мені қолдайтын әр оқырманыма мың алғыс.